сендердің араларында болатын осы кезең келді. Ақ мына сақабалы жолға келу үкім түсті. Мен де осыны күтіп жүрем. Есік ашылды, бірақ көбің оған дайын болмай қалды. Мен соған дайын болсын деп, сол қайта неге ұрыса бересің дейді да. Ұрыс неден шығады? Өкпеден туындайды да, өкпе. Өкпе піспегеннен кейін. Өкпе піспеген сонан туындайды. Бар қандай жағын. Әйтпесе, менімен ұрысатындай ешкімнің бір ешқандай бір несі жоқ та, бір ақылға салса. Мен тіптен осы ана әйелдердің өзіне де кейде қарасам, ана мен ұмытып кетеді, анау болады, жас кезден қалыппен ұмытып кетті. Мен соны өзім істеп жүре беремін да. Қазір тіптен ертең атын мен өзім кірім жу, өзім тамақ істеуге мүмкіндігім бар да оны. Тек уақыт кетіп қалады, болмаса қолымнан келеді бәрі. Тіптен өзім осы уақытқан өзім дамбалып, бүкіл киім бәрін өзім тігіп келдім ғой. Қазір енді сендер аны үйренсін екен деп қойдым да. Қой жағаласа бермейін қатындармен деп. Сонда маған өкпелейтіндей ешкімі жоқ ешқандай. Мен айтсам, сендерге ұртсам, алда тұрған кезеңдер сендер қасиетті меңгерсе екен, сендер сол анау ұрпақтарыңа соны қуат қосса екен деп соны айтамын да. Басқа мен артық нәрсе айтпаймын мен. Мені мынау бірін кірлеп қалды, ана істемедің, маған бірден бермедің, маған келіп садақа бермедің, ешкімнен садақада тұрмаймын, керек жоқ, кейбіреуін қайтарып жібердім. Керек жоқ маған. Қазір сендердің бір үлкен артықшыларың менімен осындай тікелей сөйлескеннен кейін, зірге қасқаннан сендер қуат алып жатсыңдар. Осыған жете алмай жүргендер қаншама. Оларды мен келтіре алмаймын да. Келтіргім келеді, бірақ қарап отырсам, олардың айтқан сұрақтарының өзі әбден анау қайта жауыр баған, жазылған, қайта анау тұрған, бейне жазылып тұрған сол сұрақтарды қояды да, соны сіз өзіңіздің аузыңыздан естісеңіз. Сіз айтыңыз дейді, сіз анау мен балам ауырып жатыр деп бір дереу ажырата саламын да. Себебі неге? Ол қуаттарды мен жұмсап тауысқан. Міне сендердің қазіргі жоғарғы шыққандар келеді, бірақ жүк деген не? Ол жүк деген төменнен жоғарыға дейін басталатын нәрсе ғой. Аяқтан басталып болатын ол. Аяқ тазартудан басталады, етек жабудан басталады, мәсі киюден басталады. Сонан барып сосын барып сасық істерді сол жағудан басталады, жерге қарай сөйтіп төменнен басталатын нәрсе ол жүк деген. Сондықтан сендер сол қуатты сол төменнен бастап сендер жұмсауларың керек та. Бірінші аны жұртқа дәретті үйретуден сол қаншама 100 адамға дәретті үйреттің ба, сен оны көтеріле бересің, солар кетің. Осындай жағдай ағайын туғандарыңа маған 4 жыл бойы 1200 шақырымға өзімі ана ағайын бауырларыма соларға осы уағыз ата жолын айтуды тапсырма берді. Кейде жылына 2 рет барам, 3 рет барам. Айтан сонан сөйтіп, 3-ші ма 4-ші жылы бір көп оқып қалғаным бар еді, сол айтып, қызметте сол айтады да. Былтыр неге осыны айтпадың дейді да. Түріне қарап күлдім, мен деген магнитофон сияқты бәрі айтқан бір тақырып қой осыны деп. Сонда соған енді жүрек, сонан кейін қой болды деп маған. Мен тіптен соны қайта қанша жыл болса айттым келеді ғой. Болды, әруақтарға жетелейді дейді. Яғни мен оны айтып болдым деген сөз, енді оны айтуға болмайды. Сондай сендердің де осындай өздерің соны атқаратын істерің. Бірақ соны істейді қазір. Бәрі жоғары биікке шыққысы келеді. Осы масқарша біз намаз оқи салып биік дейміз. Жоқ. Намаз орындау керек та. Көп намаздар орындалмай қалып жатыр да. Осыдан қирап жатыр. Ата жолының сынағы осыдан болады. Көп намаздары қалып жатыр, сосын олар биікке жалғанса, Құранға үңгеге жалғанмайды. Неге жалғанмайды? Өкпе піспегеннен кейін, асқазан толық тазармағаннан кейін, асқазан сендер 100 жерден қазір ораза тап не ғой? Ол сүйекте тұр. Сүйектен қосыла береді. Сүйектен шыға береді. Асқазан арқылы өтіледі. Қан арқылы сен қорытуың керек. Ол бәрі айналып келгенде жолы біреу ақ оның. Сосын ең істейді, сен ұйқың кезінде қорытуың керек. Сондықтан осы қазақтың айтып кеткен барлық ғылым дегенді ана Назарбаевтан бастап бәрі ғылым деген не дегенсе, 3 арсыздық жеңсең, мінекей ғылым сонда тұр да. Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. Міне 3 осы арсыздықты жеңу керек. Ана өкпе, шикөкпелікті пісіру керек. Сондықтан ертең ана білімділердің бәрі лап қояды. Қазір енді осындай сұрақ туындап жатыр ғой, енді дұрыс, мына ғылым мектебі ашылды. Осылай үйретілу керек. Біздің ата дәстүрімізді осындай үйрету керек. Бірақ енді осындай сұрақтар туып жатыр ғой, жаңа кім барбанда болады. Ана кім Омар Жәлелді алып келсе қалай болады дейді да, енді оны сөйтіп сұхбат қыласыздар. Бірақ енді қарап отырсам, сендерге берілген нығмет онан әлде қайда 100 есе биік тұр да.
Себебі сендерде кітап бар, нұрландырушыда, сендерде жалғаны бар, сендерде үн бар. Ал Омар ана өзі атының көзінде қателік тұр да. Әкесін ұлықтай алмаған адам да жете болмайды да. Ол өзі әкесімен құрдас болып жүргеннен кейін, және айтып отқан Абайды айтып жүр. Сенде қаншама қателік бар да. Оны қазір мен аңғарып, оның не керегі бар? Бірақ ертең соны сендер білсеңдер. Сол сияқты пәлен деген осы имамдалып келсе қалай болады дейді да. Оның екі сөзінің бірі қате. Енді ол дұрыс. Ол солардың кітаппен мынау сайттың санын көбейту мүмкін, адамның санын тыңдау үшін көрсін. Бірақ оларда қосатын қуат жоқ. Себебі неге? Намаз орындау жоқ та. Жоқ, намаз орындаулар. Намаз орындаулар жетіспейді. Мейлі қандай білімді бола берсін мейлі. Олардың ана ұйқы деген неге ұйқы аз? Ұйқы дұрысталса, ұйқы дұрысталмай, сендердің аяндарың, жандарың тазарулары дұрысталмайды. Жандарың тазармаса, ғылымда жоқ. Жандарың тазармаса, көбеймесе, сендерге иманың да әлсіз болады, қалған бәрі әлсіз болады да. Соған кеп тіреледі неге? Ұйқы безіне кеп тіреледі да, ең соңында. Не? Қарап отырсаң, бұныкей осының бәрі ғылым деген осы үшеуінде тұр. Енді әдейі неге жіберген екен? Соған мен алдымда салдым анау Қайрат шежіресі. Керемет білімді ғой енді. Қазақтағы ең тарихшы, шежіресі, білімді менмін деп отыр да. Сөйтіп мен қалған дейді, Қайрат Зарыпқан дейді да. Қап деді мынау. Соның өзі не деймін? Ол жетесіздіктен хабар беріп тұр да. Мейлі қанша тарихшы бола берсін. Ол енді бірақ дұрыс айтқан ДНК арқылы тексеру керек қой дейді да. Сонда біреуінің ойында жоқ. Сол неге сол Қабанбай батырдың өзінен сұрауға болмайды деген. Неге сол алатын болса, тұра ғой. Мұхаммед, сен оларға айт, сен уақи мені ескертемін деп. Уақи. Құранды егер түсініп оқысатсаң, сендерді абай болыңдар, араларыңнан біреу хабар келтірсе деген ана елдердің арасында тексеріңдер хабарды деген. Пайғамбардың әйелдері сендер үйлеріңде отырып, Алланың берген хикметін еске алыңдар деген, олар пайғамбардың елінде аян алушы болған ғой. Бар басынан аяғына дейін соның бәрі ол хақ деп тұр да, хақиқат деп тұр. Құран хақиқат емес, Құран ол Құран. Ол кітабы сол хақиқат. Хақиқат келді, бұзықтықтар жойылады дейді. Яғни аян уақи. Енді айналып келгенде аян не, уақи не, осының өзінде айырмашылық бар қандай жағдайда. Біз енді сонда қазір осыны біз өзіміз ұғып алмай отырып, мына сырттағы адамдарды келіп бізге түсіндіреді деген, біз не істеуіміз керек қазір? Біз осы қазір қалайда түсін, ғылым дегенді Құдай ғана біледі. Ол дін арқылы ғана болады. Мінекей. Мейлі сен христиан дін, бәрі айту дін арқылы болады ғылым. Бірақ оның дәрежесі болады. Ең жоғарғы сол ғылым берілген сол Мұхаммед пайғамбарымыз, онан ғылым алған адам миғражға шығады. Ғылымның ең толық жеткен кезде, мен мысалы миғраж сыртынан көрсетті. Алыстан Алла тағаланың есігі дарбазасы деп хабарласатын. Ал мен ол миғражға шыққан жоқпын. Өтірік айтуға хақым жоқ. Алланың ешбір төрт рет кездестім. Бірақ миғраж шыққан. Ал енді қазақтан 70 әулие миғражға шыққан. Оның 13-і ашық артында өздерінің мұрағаттарын қалдырғанда, қалғандары да белгісіз. Құпиялап кеткен. Сондықтан біз қазір сол ана әулие-әмбиелерге барғанда сол миғраждың есігіне барады екенбіз да. Бірақ қай әулиеде миғраждың есігі бар, оның құпия. Енді 10-шы ашық жағалы бабалар дейді ғой. Сонда біз миғражбен жалғанып жүрген қазақпыз мінекей. Сол миғражға жалғанбай біз соғылмай жүріп, енді келіп, біз енді анау араб анау артық екенде, олар бізге келіп жалғанады. Түбі осыған келе жатыр. Қажы баба деген, егер Қажы бабаны ұқсатсыз, енді сендерге қандай жерде Мекке барың ба, бәрі ол сен қажылық бекімейді. Назареттік ант деген Інжілде. Құранда тұр ғой, Інжілде. Тек қана арабтардың өзіне ғана орта топ Құранды сақтауға, оларға сырттан сөз алмауға, сондайға бергенде. Арабтардың сырттан енді алып атқан шығар, бірақ арабтарға сырттан көп сөз алмауға сондай деберген орта топ. Намаз оқисында болды. Ал шынында егерде олар бұрыннан кеше қойларын гені мұнаймен даматқан. Ал бұрыннан бір қазақ сияқты, басқа ұлттар сияқты болатын болса, баяғыда олар Құранды өзгертіп жібереді. Сондықтан Құран солай сақталып тұр. Сондықтан ол арабтарға құрмет қылу керек. Құранды
үнін сақтап тұрғаны үшін арабтарға әрине ол бәрін емес, арабтың ішінде әйтеуір жақсылары да бар, ішінде жаманы да бар, наданы да бар, бәрі де бар әйтеуір. Сондықтан қазіргі міне біз ата жолының әлі біз халыққа толық кіргізе алмай жатырмыз. Құранның 7 үніне жалғанған бірде-бір ақыл жоқ. Жоқ қазір. Енді ана бата беріп жүргендердің бәрі осы бата арқылы енді ібіліс қақпанға түсіріп жатыр. Ол қалай? Бұрын Алла тағала нұрды берді, соны таратыңдар деді, соны ана ақылдың мөр арқылы таратқыздырды, сосын кез келген адам бата берсе сөз арқылы ана мөр арқылы қуат енеді. Ол әруақ қой енді. Қуат етіп, бұл жазылып кететін тұғын. Өзінде сондай болды, батаға барып, қарасам мына тамақ шалмай қалып, бауырында өтшел бітеліп қалған екен. Сонда бір батамен жазды. Сол үйреніп қалған, енді қазір келсе, естіп жатырмын. Ана біреу келеді, кел мен бата алып берейін дейді да. Сонан кейін жазып берді, осының бәрі өтіп. Сонан кейін ол жазып берді, керемет берді. Оған солай алдап берді да. Оған қатым құран шығартпай, әруақтарын көтертпей, оның бәрі әшинақ нәрсе да, ол болып қалды деген. Бәрін бірінші класынан бастату керек та. Қай-қайсын. Сондықтан яны қазір соны жұрт соған құмартып жүрді. Бата ашылса болды. Соны Алла тағала солай жауып тұр да. Себебі сендердің араларыңнан нақты соны меңгергендер шығу керек та. Соны меңгергендер шығу. Осы енді соны қайта-қайта енді сүрініп болдыңдар. Енді мұнан кейін білмеймін енді қалай. Есік ашылып деп жатыр ғой. Мына Фируза бұл кезде баяғыда бір емес екі бала туып алатын уақыт болып кетті. Сол кезде мен айттым, сол кезде Талғат, Ферузаны сен осыған бекітіп қой дедім да. Сен соны қамтамасыз ет. Сенің жұмысың көп. Сосын сені әрі қарай сосын Феруза сені алып шығады. Әруақ көтеріледі деп. Ол түсінген жоқ. Дұрыс қой, жас түсінген жоқ. Кеттіңдер, ал енді сол айырып қалған соған жете алмай. Әйтпесе Ферузаның Құранға жалғанда Ферузаның қалған дерек әлі шыққан жоқ сол деректер. Мен аңдып жүрмін де жоқ. Ондай жоқ. Сондай әр қайсысына көрсет. Нұрмағамбеттей өлең шығарған, мына Мұратқан екеуі қандай өлеңдер шықты. Маған хабарлар келді. Болды ана ақын шықты деп. Енді сол бейіп, сонан өзі төмен түсті. Мен сол әйтеуір жеделеп көрсеттім. Мінеке болады екен деп. Енді сол ақындықты меңгермей, Нұрмағамбетке қалған меңгеру жоқ деп меңгеру. Көрсетті ғой Алла тағала әр қайсысына да. Сендердің қиындықтарың келінде сендерге батаны Алла тағала берді. Соған жалғанбай, саған қиын. Ал оған жету үшін енді ұзақ уақыт керек. Енді оған жағдай керек. Менде жағдай жоқ. Әттең осындай жағдай болса мен сөйтерім десең, ол да өтірік. Әр адамның өзіне тән белгілі бір кедергілері болады. Міндетті. Біреуіңде ұйқы, біреуіңде тамақ, біреуіңде күлкі, біреуіңде анау кәдімгі білгіштік, біреуіңдегі анау сезімталдық, сондай сен біреуіңдегі ана алтынай сияқтыларда жүр, тіл онда тұрған. Ниетіп, не қылып, несі дейді отыраттан, анау әпеден сөздің бәрін быт-шыт қылып бұзады. Ол жақтан келді ғой үн болып, соны бейнелесең деп. Оқуға болады, ізденуге. Міне кедергі, бәр жағын келіп тұр. Сонан өтсе, әр қарай есік ашылайын деп тұр. Әр қайсында сондай нәрселер тұрды. Ал енді барлық жағынан керемет өшіп бердім. Айнұрдан сұраңдар. Не жетпейді деп сұраңдар. Не жетпейді екен. Барлық әйтеуір. Мүмкіндіктің бәрі Айнұрда тұрды. Ана үлкен қатында да мұндай мүмкіндік болған жоқ. Тап осындай мүмкіндік тыныштық болған жоқ. Жұмыс деді, жұмыстан шығарып алды Алла тағала. Анау деді, барлығына тұрарып алды, ал өзіңмен өзің айналыс енді. Шық, үлгіні көрсетті. Бұл не? Бұл аманат. Қазір осы бізге әр қайсымызға беріп жатқан аманат. Менің де ешқандай қиындығым жоқ. Мына әшейін әйтеуір мұна ел бүліктесін деп айтқан. Қайта олардың сотталған дұрыс болды. Қайта маған Алла тағала солай жеңілдік беріп қойды да. Себебі сендердің ана жүктеріңдердің бәрін ол тазартып, соны жеткізу қиын еді. Маған жақындаған адамдардың бәрін жүктерін сол анау жаңағы Ғират Нұрмағамбетов, Асанов бар, Масин бар, соларға аударамыз деп, Тұрмағамбетов бар, соларға қарай аударып жатыр да, Алла тағала. Себебі ол соларға айтады, ол мешіттегілерге қарай жатыр. Сендердің жүктеріңді осылай зікір арқылы аударып не қояды. Сендерге бір-ақ нәрсені сұрап жатыр да, үзбей осы зікірді орындаңдар, намаз деп. Бірақ сол шамал кедергі бола ма, тастап кетеді.
үйінен де болады ғой. Бұл зікір қазір әр үйінен тыңдайды. Үйінен болады, хабар жіберіп тұруға болады да, соның ішінен таңдап біреу мысалы, соның себебі неге? Сол зікірге хабарды келтіруге ата-бабаның әруақтары таласып атырған жақта. Сол әрбір сөзді жеткізген, сол әрбір сөзді олдың әркімнің егесі бар да. Қазір қазақта қанша миллион халық болса, оның мысалы 18 миллион халықтың 17.099 түсінбеуі мүмкін. Оны бір адам түсінуі мүмкін да. Бір адам азын алуы мүмкін. Біз білмейміз, неге айтты деп. Себебі оның жарты сонда тұр да. Ол көрген, сонымен өмір сүрген. Осылай таратып жатыр. Әрбір зікірдің өзінде артында әр сөзіне қуат бар. Түсінбей ақ қойсын. Анау отырған жетесіздер, олар дозақ үшін жалғандар, кәдімгі отырып алып, жұртты сынап, өзінде жоқты айтып жүрген. Ана өйтпейсіңдер ме, бүйтпейсіңдер. Мықты болатын болса, маңдай көз емес, әуелі ана аталған меңгеріп көрсіңдер. Тағдырынан тазарып алып көрсін. Сендер Құдайға шүкір айтып, өзің ақталыңдар, тазарыңдар. Бірақ енді сендерде осы кезең осы тұр. Ол осы жаңағына айтып жатқан ниетке, көңілге байланысты. Барлық абай атамыз сап-сап көңілім, сап көңілім деген сол көңіл арқылы мына жүректерінің тазалығын көңіл арқылы оп-оңай тексеруге болады. Міне. Осыған келіп тірелдік. Бірақ енді айналып келгенде, неден де, зікірден ол да маған берген хабар ғой. Ең мықтылар осы келіп осы зікірге қатысып жүрген сендер екенсіңдер да. Мен сырттан күтіп жүрмін ғой, келетін шығар гараматтар деп. Жоқ, сөйтсем гарамат сендер екенсіңдер ғой. Мен енді байқамаппын енді, ал енді көрсетіңдер енді гараматтық. Солай сеніп отыр. Құдай Алла Тағаланың алдында осылай сендерді дәрежелерін көтеріп отыр да. Бірақ ол түк осындай біз жора бермейді, ол Алла Тағала ол дүниеде басқа ертең ол қалай беретін ол білмеймін. Мен де өзім пенде болмай айтадым да. Ол қашан дейтін едім да. Қашан болады ол деп. Бірақ әйтеуір өмірді қиындық жан-жақты көргеннен кейін ба, сосын мен жүрегімнің тыныштығына бола, ұрпақтарымның осындай ағайын-туған амандығына бола, әйтеуір солға дәтке қуат болды да. Соларға қарап, әйтеуір түзеліп алды. Bir адам да болса түзеліп алды. Сол ғана бір дәтке қуат болды. Әйтпесе мен де пендем. Қоя қойшы осы деп таптыншы отырайын деуге болатын еді. Бірақ оған қайрақта мен түсіндім, оны ақылды алып кеткеннен кейін болды, маған түкте тұрмайды. Мен де алып кетуге түкке де тұрмайтын еді да.